Балаларға арналған көркем әдебиетінің қатары толықты. Ақын, аудармашы Саят Қамшыгер башқұрттың жас жазушысы Айгиз Баймұхаметовтың «Тастамашы ана» повесінің жалғасын көпшілікке таныстырды. Кітапта ата-анасынан айырылған балалардың аянышты тағдыры баяндалған. Аудармашы шығарма балаларға ғана емес, ересектерге де ой салатынын айтты. Жас ұрпақтың мейірімге зәру екенін көрсетеді деді. Кездесу барысында астаналық мектеп оқушылары ақын өлеңдерін оқып, аудармасынан үзінді оқыды. Нұр-Сұлтан қаласындағы ұлттық академиялық кітапханада өткен шара барысында балалар әдебиетінің кемшін тұстарында сөз болды. Балалардан сұрайым, не оқығың келеді деп. Солар айтады, бізге дейді, осыдан 30 жыл, 40 жыл бұрынғы жазушының балалық шағы қызықсыз дейді. Қазір заман басқа ғой. Олар қиялмен басқа әлемдерге ұшқысы келеді. Бізге сондай шығармалар ұсынасыз ба дейді. Бар ма дейді. Ал олар сол «Властелин колесті», «Гарри Поттерді» ағылшынша, орысша біздің ұрпағымыз оқып жатыр. Сондықтан біз ол олқылықты толтыруымыз қажет.